тамақ істеу басталды ғой. Аға не отыр, не киіп қайда баратыр? Жалғас жоқ, жалғас. Қайда жалғас? Кеше ана Шыңғысханның любимый тамағын істейміз дегенбіз ғой. Жоқ қой, үйінде ғой, ұйықтап жатыр дейді ғой, түнімен неғылған ғой. Негізі съемканы нешеде бастауымыз керек еді? 9-да ма? 9-да бастауымыз керек, жалғас телефон алмайды, енді үйіне барады. Оны камерамен үйіне кіріп бара алмаймыз ол. Постоянно оның әдеті бар бала күнінен. Не қылып жататтан да. Қалай? Короче, бір жерден оқыған ғой, адам андай жалаңаш жатса, оның ұйқысы бәрі теріс демалады дегенге. Сол сөйтіп жатады. Менше жайменше, мен кірейін, сосын сендер түсіріп күтеміз бе? түсіруге ыңғайлы болып жатса, алып шығамыз. Болды. Айта қойыңыз. Келейін. Звук жазыла бере ма? Стоп бас болғанда, я? Тұса сағат 11 болды ғой. Мен әдей дәуренді алып кетіп жүрсем, сен екеуің қасыңдар ма? Әдәне қалай? Тұшы жүрей. Табананнан кейін кеше братан. Табананнан, ана күйіп кеткен табананнан кейін қара бет болып жүрсің ғой деймін. Таптық братан, қалайсыз? Ассалаумағалейкум. Нені таптың? Сізді таптық. Осы кезде досыма шырпы тегіп жіберсең, лапет ағалайын деп тұр. Шыңғысханның сүйікті тамағы бүрме де, қарын бүрме дейді да, қарынның ішіне ет бәрін салып, отқа пісіреді. Білмеймін, мынау енді жел тұрып тұр. Айналамыз қора, ана жер толған қой. Мынаны қазғаннан кейін саламыз ғой. Отын бар ма? Отынды жалғас кеше ойбай ерте әкеліп қоямын деген ғой. Иә. Таңертең барсам өзі отын болып жатыр ғой. Қазір де братан өзі осында жүр ғой. Сіз зорға оятып алдық үйіне бар. алып келе ма братан? Әкелет, отын әкелет кәп алды. Тамақ істемей шай іше салайықшы деді ғой. Шамал қазғаннан кейін қарныңды салып көрші. Сыйып жатса, онда нормально. В общем, түсіндіріп жүрейік, наны қазғаннан кейін, примерно осындай 30-40 сантиметр қазғаннан кейін 2 сағат от жану керек екен ішінде. Жәке? Киібу керек шығар ана аза. Киібу керек. Короче, арғыны жейсіңдер ғой тамақты. Анау ше, дәу болып кетеді Қанеке. Ала бермеш Қанеке. Әйдік болып кетеді ана шұқыр. Әйдік деген? Үлкен деген. Болды. Ішін тазалап жеңіздер болды. Әйдік деген сөзді білмейсің бе не? Әпәйдік деген бар. Әйдіктен үлкен адамды айтады. Әпәйдік адам бес. Ал шағындау деген сөз не ал білесің бе Ақпатжан? Жоқ, шағындау деген сөз. Шағындау. Шағындау? Иә. Кішкентай білем. Салас андай бізде кімге айтылады? Өгіздей адам бұл. Өгіздей болып жүргендерін қарашы. Кімге айтады? Үлкен адамға? Сол бізге айтады ғой. Қазір сендер мына бетін көмген кезде ағашпен жауып жүрмеңдер. Немен жауады? Ағаш өртеніп кетпей ме? Темірмен жабасыңдар. Негізі жәке, мына тамақ 4 сағатта піседі, 4 сағатқа дейін қарындарың ашып қалмасын деп, сол екі ортада сендерге бір арнайы ешкім естімеген Шыңғысханның әйелі бөртенің жақсы көретін тамағын істейін деп жатырмын. Ол не тамақ? Жұмыртқа қуырам. Жоламан бұндай тамақ істеп көрдің ба сен? Қой жоқ, мен сіздерге сеніп тұрмын братан. Жоламан былайша тамақта істеп көрмеген шығарсың сен? Мен тамақты зор істеймін братан. Жалпы білесіздер ме ағалар, еркек адам, енді ол бөліп жарған емес, бірақ еркек адам тамақ істесе, всегда дәмді шығады ғой. Неге дәмді болады дейсің ба? Неге? Өйткені еркектер өз тамағын мақтай береді. Ол да бар шығар, иә. Мен айтайын ба, еркек адам қоспаларды бар ғой, аямай қосады. Сосын шын көңілімен істейді ғой. Неге еркек адам әйелден жақсырақ тамақ істейді, өзім айтайын ба? Өйткені кезінде адам ата бар ғой, Хауанаға тамақ істеп үйреткен ғой ең алғашқы. Содан бері еркек адам сондай қасиет. Хауанаға? Иә. Кім ол Хауана деген? Братан, неге тамақ істеп жатсыз? Аналар жер қазып тамақ істеп жатыр ғой. Олардың ше, анау шоуының өзі 2 сағат тұрады. Өртейім дейді, оны тұрады, жер қызады дейді. Оның еще оны слайды да, ішіне салады, көмеді. Ол неше сағат піседі білесің бе? 3,5 сағат, 4 сағат піседі. Одан бір не, өліміз баштық. Өзімізше бір жыз деп ортақ қуырып жеп алмадық па? Сол піспей қалуы да мүмкін ба? Ұлттық тағамы, қазақтың ұлттық тағамы білесің бе? Мәшкей дегенді. Соны жейміз. Ол піспей қалуы да мүмкін ғой да братан. Құдай біледі. Мынау қарынның ішіне салатын
нелерді мариновкасын дайындап жатырмық, ананың ішіне саламыз қазір. Еттердің бәрін ба? Мынаның бәрін қосамыз. Біз картошка, чеснок, помидор. Көресің қазір қандай тамақ екенін. Қазір көресің, бізде өмірімізде бірінші рет көрейін деп тұрық. Бәріміз бірге көреміз. Мен бұған сеніп тұрған жоқпын, рачкеге ғана сеніп тұрмын. Көмек ба? Наны ма? Нан піспей қалады деп тұрсың мына тамақты қазір сен? Буда Көресің ғой қазір сен. Буда талай тамақ жеген ғой. 2,5 сағаттап. Біз деген тамақты Буда аяқтайды ғой. Мен бір қайнатып жіберейін, не балдар деп келеді ғой. Я айтпақшы, шеф-повар деген осылай істеңдер демей ма? Мен шеф-повармын ғой айтпақшы. Мен бәрін турап дайын болғанда айтыңдар, я. Дәурен қолымды абайлайсыз ау, я? Қол керек па? Арасында саусақ жүрмесін. Не қосасыздар аға? Алар аттар тұз қосады. Біз тұз қосамыз. Біз негізі тұзды ғана білетінбіз. Андай да қосады екен оған. Кориандр. Кориандр деген не айтпақшы? Жаке? Паприка. 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 Бұны баста тоқтамау керек па, паприка? Бұрыш па, мынау? Паприка деген не? Паприка, білмеймін мен. Паприка деген Цвет береді ғой, цвет береді. Дәм береді. Дәм береді. Жоқ, анау кориандр деген не? Кориандр деген корейский машиналар болады ғой. Соның дырындыры. Менше уже бар ғой, тамақ бар ғой. Піссе болды. Піссе болды болып тұр маған ше. Андай бір түрі әдемілігі керек емес. Піссе дәмді болсын. Дәмді болады ғой, бірақ явно, я. Я енді мынау. Бізде кориандрды қосқаннан кейін бітті ғой уже любой тамағың деген айырып шығады ғой. мына Буда ананы әкеп. Ет төкші. Дұрыс қой, анаған араластыра алмаймыз ғой енді. Етті төк. Уфу. Етті төк. Ет шамал жайыңқыра. Мен қазір нені салам? Овощты салайын. Бүйтіп ше осы бүйтіп дастарханмен барып көріп тастаса не қылады? Овощты салайын. Болды, келіңдер, дайын болды, қасықтарына келіңдер. Бұрышыңды әкел, бұрышыңды. Буда. Мынадайлар. Сіздер жүреміз. Істей салуға болады екен ғой, я. Баяғыда осы істейтін еді ғой негізі. Шыңғысхан ба? Шыңғысхан дейсің ба? Иә. Шыңғысхан сүйік тамағы емес пе оны, иә? Білмеймін. Помидор қосып, болса жеген дейді. Шыңғысхан сүйік тамағы ғой, бірақ мына жерде тұрған ғой, бір-екі помидорлар. Шәкең істемеген жоқ екен ғой. Дұрыс салған кезде істейміз ғой, тәтсай. Ол деген дәу дастарханға істеген ғой, неге екенін білесің ба? Неге? Бала-шағасы көп. Әйелі көп. Неше әйелі болған соның? Шәкеңнің? 600. Қазір қалай тұз себеміз, иә? Түсі боламыз. Аха. Навку андай Енді көз жобамен ғой, 50 граммдай ма? Оны айтпа, 50 граммды айтпа. Неше адам тояды мына тамаққа? Енді 10 адам ашығып жей бересің да. Наглас неше адам тояды? 10 адам. Мынау бір адам. Тұз көп емес бір адам? Болды. Сен тұзын көп тұтадың ғой? Братан, ғашықсыз ба? Кімге? Білмеймін ғой, тұз көп салады. Мынау бізде Балдар тамақ істесе, біреуі тұзын көп қылады, ботқа істесе, жуасын көп қылады. Соның бәрін қадағалап отырсаң қиын. ашулы саға. Мынау паприка ғой бізде. Үйтіп қат жайрақ. Красный барқыт болды ғой. Сен кәдімгі несі араластырады бір. Мен бұған сеніп тұрған жоқ, мен Рашкеге сеніп тұрмын. Араластыра береді. Қазір осы Араластырып болғаннан кейін лақтырып жіберсең. Мынау деген кәдімгідей өзі піспей жатып аппетитный болып тұр ғой. Бәке, балшық дайын ба? Бәкең кәдімгі өзі балшық болып жүр ғой. Бәке, ананы, Бақтияр! Қазір қарынға салғаннан кейін, ана фольганың сыртын балшығыңмен сылап бересің ғой, я? Сондай жерде жүре ма бәкең? Сылақ ұрады ғой досым, сылақ қатсыз. Ал, бисмиллахиррахманиррахим. Ал, мені. Қызығы осы қызығы, балдар. Бір қаптай тамақ жейміз ғой бүгін, Мынау деген толмайтын сияқты. Мынау любой қарын бола бере ма, или қарын бір андай бір? Мынау қарын тазаланған ба жай? Иә, тап-таза. Жаймен қап. Жай, ұшынып жүрмейік, ертең тамақ істеуге шамамыз жетпей, көңіліміз. Қарын не деген кориандр. Әкем өзіміз тап-таза істейміз ғой, не нәрсе. Негізі жалғасаға тазалық секторы болдым деді ғой. Баняда тұрады ғой. Баняда тұрады. Жыртық қарын деймін. Бүйтіп қолмен тығып апарып. Қарын жыртылып қалса тесік қазанға істегендей болады шығарсын. Меніңше бір жерге апарып тастаңдаршы балдар.
әкесі жалға сен қолың басын мен өзім жүремін бұндай жерлерде. Мен жоқ тікпеймін, мен вообще тікіске жоқпын. Сабақтап берейін деп жатсың ба? Сабақ дейіне сәтімен дейді балдар. Сабақ дейіне сәтімен. Пошым көзін көрмейтін болса да. Болып қалдың ба досым? Қазір не қалды? Жақсы тігіп қояды екенсің сен, тігінші. Не бар ма, қайшы ушау етіп жіберейін. Құдайым әйтеуір. Қырғын ел осы қалай піседі екен деп қарап отыр. Бір дәмді шығып, ең соңында бұдан... Ой, дәмді болады. Наны орайға жігіттер жақсылап. Қағазға ораймыз, иә? Қағазға, өртенбейтін қағаз. Мынау ма? Бір блогын неге отқа салып жібергем, өртенбейді шығады. Бұда көтерейін, астына өртізіп алайын ма? Духовочный. Духовочный. Қымбаттыра ма? Дұрыста ораңдар, ей, балдар. Мен сыртын қазір немен ораймын? Қанша соға орайын? Жоқ, көтер. Болды. Кесіп та осыны. Кес. Тоқошын андай зүу кескеніңді айтамын да, молодец. Соған қараған. Бұда бір көтер жүр. Тұра тұр. Аямаңыздар қағаз. Бұл не қатты ораласыңдар? Бір жерге почтамен жіберейін деп жатсыңдар ма? Почтамен дейсің бе? Болды. Піскенде Қазақстанда айналып жүрсе. Мынау тез жыртылғанмен не өртенбейді. Татыр, бұлай ал, бұлай. Фольга баршылық екен, иә? Фольга көп. Қарын бұндай құрмет көрмеген шығар, иә? Мен әкеш, изал сым бар еді үш жерде. Әне жатыр. Ауыр екен мына фольга бары. Қытайыңнан жаңағы қоянның шекқарыны ғой. Мынау енді білмеймін, мынау енді. Мынадан күйетін болса, онда фольганың қадірі. Болды, Бұда. Не Буда? Не Буда? Короче, неге Буда болғанда Тастай бер. Будулай дегеннен шыққан ғой. Будулайдың шашы бұйра ғой. Дакісінікі де сондай. Көтер. Китай кезде шашы қалың болды ғой, кейін білмеймін, өзі айтып Тағы көтер. Шугарик деп барам деп та. Неге шынаты? Нұрлан деп жатасың. Бар ғой қазір. Нұрлан аты. Нұрлан? Мощный. Нұрлан Буда кеп тұр ғой. Сізді қанат дейді, Тағы басқа көтер. еш қандай жоқ, Көке дейді ғой, көбісі. Аналар қаңқа дейді. Мынаны жеуге қимайды екенсің. Кәдімгі бір поселка болды ғой, Көтер, әкел. Аналар 0,7. Жата қалдым. Енді мынаны қазір осылай апарып сала-саламыз ғой бүйтіп көтер. Шоқтың үстіне. Лай, лай бар я, сыртын. Баттақпын. Сыртын не, шпаклеп қырмадыңдар ма, жігіттер? Дөждік тартып тасақшы соңынан. Дөждік? Мынау да посылка ма бұл? Шағымдау екен, не? Шағым, не ғой? Кружка. Кружка? Болды ма? Бітті ма? Болды ма, енді шоқ қасы, ака, сыртына баттақ жағамыз. Саз балшық. Балшық дайын беді? Әке! Жүріңіздер, онда ағалар, ана жаққа барып сол балшық жағып саламыз, иә? Болды, онда кеттік, онда жүріңіздер. Ресторанда. Кәдімгі бір астау баттақ. Бәке, мына жағыңыз енді сыртына сылап. Бәке, өзің қолыңмен не аласың ғой? Сіздің енді түріңіз бен қолыңыздағы балшық білінбейді шығар. Осы біздің досымыз бірыңғай батпақпен айналысады. Мынау не үшін батпақ? Короче, бізде негізі мынаған осы бір жұмыс табылсын деп не ғой? Просто ма? Батпақ керек емес. Негізі мына тамақ дайындап неған бәрінен бұрын балшық жаққан ғой, ең маңызды тамақтың ше. Осы арбасымен салып жүрсің. 3 трико киіп алған ба? Жұқа. Неге қалың бір трико киіп салмасын, бір адам? Балшықтың составы қандай? Бұл Жоқ, ағам істеген адам. айтсаң айтады. Ол батпақ саздан жасалады. Саз батпақ бұл. Тек саз и су, иә? Иә. Цемент жоқ қой? Цемент жоқ. Цемент салып аша алмайды. Енді қазір... Короче бар ғой,
жайрақ таппай қалсақ балшық топырақ бәрі бірдей болып ше. Мынаны ше, мынаны ютубта осы жерінен бастап көрсе түсінбейді ғой. Мына не істеп жатыр дейді ғой. Мына қалған батпақты қазір ше бәке рәшке орайсыңдар. Құлақ қалмасын. Мына шоқты. Мынау дайындаған заттарын осының ішіне салып шоқпен көметін боламыз. Мынада қызып тұр, иә? Осы кезде қызып топырағы жан-жағы қабырғасы ысып тамаша болып тұр. Қазір саламыз да бетін көміп қойып қоямыз. Болды, ағалар шақырайын ба? Дайын Дайын шақыра беріңіз. Жылыма десең. Алдында қойды бір адаммен қосып көңгенбіз ғой, піскен кезде айт деп. Мә, бұл да салынан. Салшы қой жөнешке. Бісміллә. Ya ne ayıraldır ne? Çok ayır. Топырақ көп салмаңдар, жұқалап қана салыңдар. Енді бұл осылай салды қанша уақыт піседі? Білмейміз бізде кім сұрай бермес. Бірінші рет істеп жатқан жоқпыз. Пісіп қалды ау деген уақытта аламыз ғой оны. Былай істейміз. Қазір мына бетін осындай ғана бүйтіп көмеміз да осындай. Сосын отты өкіртіп жағамыз. Тамақтың патологын көресіңдер. Көміңдер балдар. Осы иә мектеп аға. Осы мектеп, ескі мектеп, біз осыда бітірдік қой. 11 жыл осыда оқыдық қой. Мынау Бұл дүкен, магазин. Ананы магазин қылып салған бірінші, бір бөлмесін. Ол шамалы не болды, сосын жерге жаңадан салып қасына. сіздер 2001-де бітірдіңіздер, 2002-де сынос неге кетті ма? Басқа Иә, басқа нелерге кетті жаңағыдай семьяға бөліп берді ғой. Көрейікті аға, кіріп көре аламыз ба? Көрсек. Жүрсеңіздерші аға, ностальгия. Неқпен кіре берсесің, неқпа тұғын. Магазин ішіне кіруге бола ма? Болады. Бірден алайын деп пен? Көрейік та, алам, сатып алам егер бірден насыр. Иә? Магазинде кім отыр екен сатушы ол? Қызым отыр магазинде. Үлкен қызым. Жалғас ағаның үлкен қызы, достар. Айналдырып отқан кәсібі. Айналдырып, берекелі болсын. Рахмет. Магазинде неше магазин бар өзі ауылда? 3 магазин бар. Белді 3 магазин. Біреуі сіз ба? Әдемі ғой. Бүйтіп шығып кете аламыз ба? Аяқпен шығамыз ба? Мына іші сол кезде класстардың. Мынау бізде орыс тіл кабинеті болды, иә? Орыс тіл кабинеті болды. Еще бұл бір тілде сабақтардың кабинеті болды ма? Әрқайсы орыс тілде, қазақ тілде, тарих. Пеш тұрған ше? Бұл орыс тіл кабинеті. Пеш жағатын түн ғой сол кезде. Сол жерде пеш болады. Сабақ қуатады, бір апалар кеп, от жаға отырады деген ішінде. Серьезно? Сабақ болады. Ау? Жерде апайымыз отыратын түгін. Апай? Мына жерде тақта. Жоқ, мына бала спирт әкелген ғой, арақ. Қай бала? Мынау дәурен. Соны бүйтіп стаканға құйып, партаның астымен береді ғой, балдардың бәрі ішеді ғой. Спирттің иісі шығып тұр дейді апайымыз келіп. Жаңа химия сабағы болған десек, лаборатория жасадыңдар ма спиртті? Иә деді. Бірақ ішіп ағамыз 9 оқимыз. Бірақ баяғыда папаларымыз айтатын еді, қандай условияда біз оқығанымызды білмейсіңдер ғой деп. Расында енді қазіргі условия мықты ғой мектептер. Осындай условия қарамастан қаншама оқып шыққан мықты азаматтар сіздер де жүрсіңдер. Сабаққа кешігіп келіп, мына жерде қалай тұрдық қой. Қанат Әлжапаровтың оқыған классы ғой, былай қарасаң, иә. Болды. Мектеп қабырғасында тұр ағалар. Мен сіздерге мектеп сұрақтарын қойып тастайын да. Қай айда адамдар ең аз ұйықтайды? Қай айда? Иә. Айда ең аз ұйықтайды. Январда шығар? Жоқ, февральда? 28 емес пе? Иә, молодец, көрдіңіз, күшті. Кеттіктер. Мен кім көп жауап береді, соған сыйлығым бар. Қай қолмен шай араластырған дұрыс? Қай қолмен шай араластырған дұрыс? Қай қолмен шай? Шайды неге араластырасың? Қасықпен араластырасың ба? Аға, қабір, бірде-бір. Қай сөзі қате жазсаң да дұрыс болады? Бір сөз бар, соны қате жазсаң да дұрыс. Дұрыс? Жоқ. Оң қол оқсаң да, сол қол оқсаң да бір сөз болып тұр. Бір сөз бар, қате деп жазсаң, қате жазсаң да қате болмайды ол. Ана деген ба? Қатенің өзі шығар, қате деп жазсын. Ана деген тигрлар кетіп, қасқырлар кетіп көріп қой. Қатенің өзі шығар? Иә, дұрыс. Сізде екеу ма, екі дұрыс па? Екі дұрыс болды. Кімде сізде біреу ма аға? Сізде біреу аға, сізде нөл? Жоқ, ода. Екіге екі қосқанда 5 шығады қай кезде? Жаңылысып қосқанда. Хорош аға, міне математикасы. Математик қол, математик. Аяғы жоқ, бірақ жүреді, бұл не? Жылан? Жоқ. Аяғы жоқ жүреді. Аяғы жоқ, бірақ жүріп тұрады. Машина шығар? Тоқтамай жүреді еще.
жүріп Білмедім мен. тықылдап тұр Сағат? уақыт все. Иә, бұны ешкім таппады. Үстел үстінде 3 стакан шие тұр да. 1 стакан шиені Марат жеп қойды. Енді неше стакан қалды? 2 стакан. 2 стакан. Дұрыс емес. 3 стакан қалады ғой. Пустой просто. Иә, дұрыс. Екі бала шахматты 2 сағат ойнады да, екі бала бір-бірімен ойнады да, 2 сағат ойнады да. Екеуі бөлек-бөлек неше сағат ойнады? 1-ақ сағатта. Жоқ, 2 сағат. Хорошо. Сізде екеу? Менде 3. Сізде 3, сізде біреу. А сізде екеу ма? Иә, ол жақта Екеу. бірақ уақыт таппады ғой. Допты лақтырғанда, доп дәл солай қайтып келу үшін қалай лақтыру керек? Тура лақтыру керек. Тура ма? Жоқ, ол қайтып келмейді ғой. Қабырғаға лақтыру керек. Жоғары қарай. Жоғары қарай, дұрыс а. 3. Мен онда, короче, андай логикалық емес, кәдімгідей сұрақ қоямын да, соған жауап береді. Кәдімгі мектеп НТ сұрақтар ғой. Иә. Ромео мен Джульетта пьесасын жазған кім? Миды қақпайын. Ол пьесаны білесіздер ма негізі? Жоқ. Ромео мен Джульеттаны білмейсіздер ма? Франциянікі ма? Хауананы танымай жатқанда. Ромео кім? Емес па? Ладно. Анатолий Чехов емес па? Жоқ. Леонардо да Винчи дейсіз. Андай, ол атты естігесіздер. Не? Қарамаңыздар, аккуратно қарамаңыздар. Уильям деген. Уильям Шекспир. дұрыс. Бірақ ол есептелмейді, иә, есептелмейді. Францияның астанасы қай қала? Париж. Париж. Жер шарында неше материк бар? 7. Хорош ағалар, кәм ескесі бір жерде жазылып тұрған жоқ. Ол жоқ қой, бұрынғы сабақтардан. География келінеді ғой. Әлемдегі ең ұзын өзен қандай? Нұра. Ніл өзені. Ніл. Жоқ, Қазақстандағы емес. Әлемдегі. Ніл. Жоқ. Ең ұзын өзен әлемде. Амазонка емес па? Дұрыс аға, дұрыс. Сізде 4 болды. Жапонияда сөйлейтін негізгі тілдері қандай? Жапон тілі. Дұрыс. Сіз тезірек жауап берді сізден, иә? Ең үлкен мұхит. Тынық мұхиты. Дұрыс. Тынық мұхиты. Дұрыс. Тихий океан десең. Болды. Қанат Әлжаппаровтың оқыған мектебі осы. Иә. Кеттік ал. Мынау 4 сағат болды, жігіттер мынау пісті мынаны алайық. Мынау не мынау сүйегі шығып жатыр ма? Мынау не мынау? Жоқ. 4 сағат Алып тасташы ана сүйекті мына жаққа қарай. Біздің тамақты сүй. Тамақ шашыраған біз ба? Бісміллә, мынау. Фольганы қарасай, мынау тұр ғой міне. Мен білмеймін, сіздер қойды Шыңғысхан тамағы деп. Шыңғысхан 4 сағат күткен ғой бұл кезінде, иә? Бүкіл нені. Короче, көміп қояды да мынаны жаулап алғанша тамақтан да беріп жүрсің ғой. Негізі мынандай шаң топырақтан, негізі желкенен бер. Все, у тебя на вами, наверное, бывает. Хорошо. Типа городния. И раз. Тағы сен бөліп жатыр, сәбіздер астына алып қойды. Балшықтың арасынан шыққан жеңге жатыр ма қазір? Мама, асты ыза ғой мынаның. Мен андай нәрседен білгенмін. Ардақты ағайын, алқылаған әлеумет, көзі қарақты көрермен. Шыңғысханның Шыңғысханның сүйікті тамағы. Шыңғысханның сүйікті тамағы омлет дайын болды. Ал кеттік ал жейікші. Оттан аттауға болмайды. Өйткені Шыңғысхан аттамаған. Бисмиллахиррахманиррахим. Я Алла, қанша қазақстандықтардың алдында абыройымызды төкпей. Не қыласың ба? Өртеніп кетті ғой. Айтып атсам түсінбей жатыр, аналар пышақ беріп тұрмын ғой енді. Ебана, шиқ қарнына. Міне огурцы, помидор, сәбіз бәрі шығып жатыр. Мощный. На бұрышы ғана күйіп кетті, наяғын бәрі бірінші орын алды. Қойшы карта, енді мен маған берші кішкене. Маған берші. Мен тоқошын айтам қа сендерге піскем. Тұзы көп дедіңдер. Бірақ тұзы жоқ. Бана салған тұз. Әдемі? Жылғын дауыс шығады істеген сайын. Мынау, потолок көпті. Мынау. Ойбай. Көш майынан жеп. Тушонка. Ол айтпаң.
Енді жарты сағат піскенде сен о жарты сағат тұрғанда чечевичный жейді екенбіз ғой. Тиктокта бүйтіп жейді ғой. Дауыстары қалай шығады солардың? дәл осылай шығады ғой братан. Ағалар жалпы күшті піскен ғой иә. Әдемі. Бүгінгі тамақ қалай результат тоқ етері? Шыңғысхан тамағы, короче. Құрметті достар, осындай тамақ істеңіздер. Достармен демалған кезде өте әдемі, жеуге ыңғайлы. Біздің арнамызға тіркеліңіздер. Андай колокольчикті басып қойыңдар ғой. Колокольчик басып, комментарий жазып. Колокольчик басып, комментарий жазып, тиктоктарға бір-біріңе таратып жіберіңдер. Мыналар аш екен деп. Hey, Christ, I started, man.